Тұржа. О, Ромаштай. Қойсын бар? Как раз сен көмең керек болып отырды маған. Өткен түнгі вальс бар ғой? Сұмдыққа бәрінен алып ғой түнгі вальс. Сырбаз даладан кейін не айтатын едің? Сырбаз даладан кейін бір боз бала деп па бірдеңе айтасыңшы. Тақырыбы ма ол не? Ой, не настроением жоқ. Нормально бәрі, нормально. Ой, нормально емес қой көріп отырмын ғой, біртүрлі болсын. Нұрлан аға ғой. Нұрлан ағамен бірден болып қалды міне. Бағана звондап шақырып алды, в общем. Сөйтіп? Тамыз айында неге кетеміз, Турцияға кетеміз. Бармайсың дей ма? 1,5 айда 15 килограмм тастайсың, сен бармайсың дейді. Бірақ тастасаң барасың дей ма? Тастасам барам ғой. Тастайсың ғой? 1,5 ай деген не деген? Қалай тастаймын? Ол қазірге дейін тастай алмағам. 1,5 ай емес, 1 айдың ішінде тастайсың 15 килограмм бұйырса, Алла қаласа. Сөйтіп Турцияға барасың деп уайымдама. Болмаса Нұрлан ағамен өзім сөйлесейін звондап. Сөйтесіз ау деймін. Айтпақшы, мен жаңа YouTube каналда бірінші сериясын көрдім. Қайтадан. Комменттер өте көп. 6000-нан астам коммент келген, барлық еркош қолдап жатыр. Бір сөзбен айтқанда, интернетте екеулерінде халық деген аямай жазып жатыр. Сценаристерге не жоқ, бұрыннан ойнап келе жатқан еркошқа тиіспеңдер деген комменттер көп. Мен негізі Рамазанға қарсы емеспін. Мен де қарсы емеспін. Жоқ, бірақ Мэтью МакКонахи танисыңдар ма? Кім ол актер емес па? Далласский клуб. Иә, сол Далласский клуб покупатель. Сол кино үшін 30 килограмм тастаған. Енді ол Голливуд қой енді. Ойбай. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Сен қалай біз тауып ала бересің? Жоқ, жаңа мына жерден өтіп жатқанмын ғой. Отыр. Жоқ, негізі кафеде отыр, тауып алды. Енді там төбеске тығылып қалсақ тауып алдым. Менің ойымша келесі жолы бар ғой, андай шар бар ғой, аспанға ұшатын, воздушный шар. Соған мініп алып жазу керек. Абы точно тауып алмайды. Точно тауып аламын. Затан, айтпақшы 1 миллион подписчик құтты болсын. О, рахмет, брат. Красавчик, миллионер. Құттықтаймын. Қарызға берсей подписчиктеріңді. Жоқ, біздікілер болмайды. Жігіттер, миллиардердің көзінше бар ғой, миллион туралы айтпаңдаршы, неприятно екен. Болды. Қалай айттың? Инстаграмда статистиканы көтеру үшін, оказывается, күнде сторис салып тұру керек екен. Мен қазір сторисімді, мысалға, 180 мың, 200 мыңға жақын адамдар қарайды. Динара Саджан инстаграмда стористар тошка қойған. Күнде бір 300-400 сторис салатын шығар. Ол кісінікі енді перебор. Сен өйтіп айтпай еді, Динара саған звондап жүр. Какой перебор? Сама знаю. Не ма? Вообще, еркош не болып отыр? Маған жазып отыр ғой, жұрттың бәрі не істейтін болдыңдар, алатын болдыңдар ма? Мен негізі бір жағынан Сәкеңнің сөзіне қосыламын. Негізі жалпы актерлар, мысалы Голливудта болсын, мысалы шетелдік актерлар киноға түсу үшін, образға кіру үшін жылдап дайындалады екен. Иә, соны айтып жатыр. Мысалы Леонардо Ди Каприо манағы «Выживший» дейтін киносы бар ғой. Иә, Оскар алған киносы, единственный. Вот соған түсу үшін жарты жыл орманда өмір сүрген. Жабайы адамдардың айналасында. Вот видишь, сол қиналып, біз актерға керек ол нәрсе. Сізде мысалға, как продюсер, бізге мүмкіндік беріңіз мысалға актерларға. Соны аурасына кірейік, соны айналасын қарайық, андай Босфордың жағасында жүрейік, андай балық аулайық, тамағын жейік, қыдырайық, кішкене жүрейік. Біз жеке компаниямыз ғой, ондай бізде төбеден түсіп жатқан ақша жоқ. Ол Голливудтың киносы. Жертвовать ету керек қой енді, брат, оған. Бару керек, сояқты көру керек. Сол кезде идея шығады, брат. Мен сізге айтайын, сол кезде мен дерзкий ойнайын. Жақсы идея. Үшеуміз барып келейік Түркияға. Сценарийді дұрыс жазу үшін локациялар тексерейік. Жалпы қандай Түркияның дәстүрлері бар. Жаңа идеялар келеді. Иә, жаңа идеялар. Иә, негізі актерлар үшін істелген нәрсе, брат, мен идеям ғой. А? Мен идеям ғой. Қайсы? Алтай барайық, Стамбул көрейік деген. Сен идеяң біз ғой, Голливудтың идеясы ғой сен. Мен ғой айтып отқан сізге. Келесіңдер ғой тамыз айында. Тамыз айында дейін істеймісің? Тамыз айында үйіңде бітір. Кімдерді Рамазанда шақыр, қажеттерді. Новый коллектив көмектесін саған. Сен әркезде әртүрлісің, кейде түлкісің, кейде еңдейтін дәрісің. Сен әркезде әртүрлісің, кейде түлкісің, кейде еңдейтін. Рамазан? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Айхан. Айхан? Айхан. Рамазан. Приятно познакомиться. Я буду вашим фитнес-тренером. Бір жағынан сценаристердікі дұрыс бар ғой негізі. Өйткені енді адамға денсаулық керек қой ең біріншіден. Екіншіден актер болғаннан кейін әр картинаға кәсіби көзқараспен қарау керек. Жүгірем, андай тренировка жасаймын, жақсы болды. Арықтаймын мен.
любой сен бір пост салсаң бәрі сені қолдап қолпаштап андай позитив комментариялар жазады да жақсы көреміз қолдаймыз деп мен соған риза болдым да андай сен популярныйсың да соцсетте түріктерде популярныйды салақ дейді яғни қазақша біртүрлі естіледі да салақ деген сияқты түріктерде онда жалғыз мен емес қой сен де салақсың ғой сен де популярныйсың ғой жоқ ол маған келмейді ол салақсың деген өйткені бір адамға айтылады да ол салақсың деп мысалы маған сен бүйтіп айтсаң болады менің хүнкәрім деген досым деген сияқтыға келеді сен салақсың бән хүнкәрсің иә сондай әдемі кетеді мен салақпын деген қалай болады бән салақ киім дейді бен салақ киім иә салақ о здрасте ой рахмет вам вот так быстро да прям да блин момент бар ғой сол макдональдс жақсы көремін резко дайындайды бар ғой еще білесің ба бұлардың бургерлері бар ғой самый мощный сочный котлеттердің өздері бар сен қатты реклама жасап жатқан жоқсың ба макдональдсқа қой жоқ мен реклама жасамаймын ғой сочный мощный деп жатсың да просто айтып жатқаным ғой серьезно айтамын сіздерге бұл ешқандай реклама емес мен реклама жасап отқан жоқпын жасаған жоқпын мен ешқашан реклама жасамаймын ну просто реально түнде суық кешегі қызық лайфтағы эфир ше жұрттың бәрі сеніп қалған ғой прикинь ойбай еще маған дайырке 40 адам жазды ғой сендер шынымен де төбелесіп жатсыңдар ма деп маған лұқаң звондайды ғой лұқпан жолдасым кім анау саған қол көтеретіндей аяқ қолын сындырамын мен оны деп қояды мен айтамын лұқа тұра тұр асықпа ол постановка сондай ма зато лұқаңның өзі сеніп қалған ғой ойлашы жұрттың бәрі сеніп қалды мен профессиональмын ғой потому что мен любой нәрсені профессиональный уровеньде ойнағаннан кейін мен де сен қасында жүріп уже профессионал болдым ғой мойындеші жақын саған уақыт керек саған әлі практика керек мысалы маған көбісі айтады сен профессионально ойнайсың до того андай рөлге образға кіріп сендіріп ойнайсың дейді да сосын че там кім профессионал конкретно кім өткенде неге осындай кішкентай гитара таппадың Не было тяжело? Немножко устал, а так нормально. Все нормально. Бірақ бар ғой, қарным ашты. Ой, блин, әрең жүргесің ғой, қазір үйге барам да. Ачучук, сорпа, самса. Ну, знаешь, сегодня была только разминка, и с сегодняшнего дня ты должен держать диету. Вот, держите батончик. Серьезно? Да. Ертеңнен бастамамайды? Нет, с сегодняшнего дня. Хорошо, до скорой встречи. Хорошо. Хорошо. Пока. Карантиннен кейінгі алғашқы ұшақ Air Astana жаңа бортымен Стамбулға сапар. Енді әрине уайым бар, өйткені мынау коронавирустың екінші волнасы болады деп. Соған қарамастан Стамбулға шықтық, өйткені киноға дайындықты бастау керек. Егер де дәл қазір бармасақ, қысқа дейін үлгермейміз. Стамбулдың аэропортына келдік. Мүлдем адам жоқ. Достар, біз аман-есен Түркияға жеттік. Риксіз премиум биліктен сіздерге жалынды сәлем. Әр сериямызда кино қалай түсірілетіні туралы біз көрсетеміз. Және де әр серияның аяғында сіздерге кішігірім тапсырма болады. Қандай тапсырма? Қазір түсіндірем. Бизнес по-казахски туралы бір әзіл шығарыңыз. Сол әзілді біз міндетті түрде киноға аламыз. Конечно, это не бесплатно. За лучшую шутку мы заплатим вам $100. Поэтому комментируйте, участвуйте, подписывайтесь. На наш канал будет весело. $100 сенің қалтаңнан. Да. Почему когда записываешь, какая-то музыка играет? Закон подлости. Достар, комментарий жазыңыздар, міндетті түрде каналға жазылыңыздар.